Сәлем достар, бүгінгі видеомда мен онлайн бизнесқа және де осы MLM бизнесқа жаңадан келген адамдардың көбінесе қате көзқарастарын, неге ол адамдар дамымайды, неге ол адамдар көтеріліп табысқа шыға алмайды, сол жөнінде қарастырып кетсем деген едім. Негізгі ұғымдарды дұрыс түсіну керек. Ең бастысы, бизнесқа келдіңіз ба? Бизнес деген ұғымды нақты дұрыс түсініп алыңыз. Бизнес деген не үшін келесіз? Яғни сіздер көбіне үкіметтің жұмысына немесе жалдамалы жұмысқа үйреніп қалғансыздар. Және де тұрақты әйтеуір сол нақты бір тарифқа сәйкес табысы бар, яғни жалақысы бар. Сондықтан көбіне бұл жүйелі маркетингке, онлайн бизнесқа келген кезде өзімен өзі жүріп кететін бір пирамида немесе бір ойын сияқты көресіздер. Бұл ондай пирамида емес, алаяқтық емес, нақты бизнес. Сондықтан бұл бизнес толыққанды үйрену үшін ең басты шешім қабылдаңыз. Ол шешім бұл бизнесті нақты жұмыс ретінде серьезно дейді, тұрақты, нақты қабылдау. Яғни сіз үкіметтің жұмысына бармасаңыз, бір апта бармасаңыз, сіз больничный тапсырасыз, больничный тапсырған күнде де сіздің айлығыңыз кесіліп қалады, немесе ешқандай себепсіз бармасаңыз жұмыстан шығуыңызға тура келеді. Рас қой. Және де сіз күндіз-түні жұмыс жасасаңыз да, демалыссыз жұмыс жасасаңыз да алатыныңыз сол бір айлық. Ал бизнеста сіздің әрекетіңізге сәйкес табыста соншалықты мол болады. Яғни сіз жылдам, тез қимылдайтын болсаңыз, нәтижесі де тез болады. Яғни табыс, ақша табу жолы да тез болады. Сондықтан бұл жерге келген кезде бастаймын деп кіреді адамдар көбісі. Және де біздер әрине барынша қолдау көрсетіп, жаңағыдай бір аяғын, яғни бір веткасын дамытуға көмектесеміз. Бірақ та ол кісілер көбіне басқа веткаларды да көбейтпейді, тек жан-жақтағы адамдарға, басқа да осындай ұқсас бизнеспен жүзеге асырып жатқан адамдарға хабарласып, олардың жаңағы рекламалық дейді, жарнамалық тартуы, мен сені күшті қылам, керемет қылам, бізде тез өсесің деген сияқты жарнамаларға құлақ асып, өзінің әрекетсіздігіне қарамай, екі жақта жаңағы түсініксіз сенімсіздікпен бизнесқа да бар жоқ, әрекеті де жоқ болып отырады. Ондай шешімнің, ондай әрекеттің қажеті жоқ. Сіз нақты мақсат құрып келдіңіз ба? Өзіңіз табыс табуға келдіңіз ба? Шешім қабылдап келдіңіз ба? Сіз барынша маркетингті түсініңіз. Және де орысша айтқанда, наставник достается тому, кто достает дейді. Яғни сіздер наставникке барынша сұрақтарыңызды қойып, барынша оқу сабақтарын беріп, мысалға біздерде толыққанды Ресейден миллиондаған жаңағы ақшаға сатып алынған оқытылымдар бар, барлық таргет жүргізудің, және де қалайда болса сабақты, жан-жақты команданы сабақ өткізу, олан сопровождение, яғни қолдау жасау, команданы алып жүрудің толыққанды жан-жақты жаңағыдай реклама көтеру, таргет көтерудің барлығынша оқу сабақтары бар. 50 балл жасаған адамдарға, біздің командаға келіп, ол сабақтар тегін беріледі. Бірақ көп адамдар ондай ұқсас сабақтар интернетте бар еді. Ал сіз интернетке екінші бір қателік, кіресіздер де, информация көп, сіздер жоғаласыздар. Яғни сол көп деген мол информацияның ішіне кіріп, миларыңыз ашып, қайсынан бастарыңызды білмей, басы жоқ, аяғы жоқ, өз-өздеріңіз шаршатып қалып қаласыздар. Ал біздерде барынша сондай мамандандырылған толық нақты сол бағытта жұмыс істейтін методтарды беріп отырмыз. Сондықтан соны үйренбестен, сылтауратып, сол сабақты өтпестен, оның бетін дұрыс ашпастан адамдар, маған өзінен өзі бизнес жүрмеді, маған өзінен өзі ақша түспеді деп бастамай жатып, бизнесті тоқтатып тастайтындар да бар. Ол да қате түсінік. Сондықтан сіздер нақты не үшін бизнесқа келгендеріңізді алдымен шешім қабылдап тұрып ұғып алыңыздар, және ары қарай кірісіңіздер. Мысалға немесе мен бастаймын дейді, қарасаң адам заказы жоқ, болмаса кәне деп наставниктер алға дұрыстап дамытайын деп барынша мағлұмат беріп, ақпарат беріп, чаттарға қосып дамытса, мысалға ол адам бір қарасаң ауылында жүреді, тойда, немесе басқа да жағдайларда, немесе басқа бір жұмысын сылтауратып жүреді. Сіз не үшін келдіңіз? Табыс табуға келсеңіз, сіз бұл жерде нақты әрекет жасауыңыз қажет. Ал егер сізде ондай нақты әрекет болмаса, сіздің іс-әрекетіңіз, жасап жатқан немесе жасамаған әрекетсіздігіңіз сізді ешқандай нәтижеге әкелмейді.
сіз өзіңіздің не істеп жүргеніңізді білмейсіз. Сондықтан бизнесті бастамас бұрын, бизнесқа келмес бұрын, әсіресе осы онлайн бизнесті үйренбес бұрын, сіз нақты өзіңіздің шешіміңізбен бизнесті менің табыс көзім, мен осы жерде нәтиже шығарамын деген сеніммен келіңіздер. Көбіне адамдар біздерде алма піс, аузыма келіп түс, маған наставник бәрін істеп береді, наставник міндетті деген ниетпен келеді. Наставниктер сіздермен де, сізде табысты адамдар, сіздің орныңызға 10 сіз сияқты, 100 сіз сияқты адам келеді. Яғни сіздермен де, сізде наставниктер өзінің табысы үшін әрекет жасап жатқан адамдар. Ал сіз бұл жерге келіп, бұл бизнесте өзіңіздің қалтаңызды, өзіңіздің жағдайыңыз жөндеу үшін жұмыс жасауыңыз қажет. Сондықтан бұл бизнес сізге қажет болған жағдайда ғана бизнесті дұрыстап, нақты мақсатпен жүзеге асырыңыз. Сол кезде ғана, нақты мақсат болған кезде ғана сізде нақты әрекет туындайды. Яғни, жауапкершілікті басқа жандарға немесе бір случайға ысырып қоюдың қажеті жоқ. Нақты мақсат қабылдадыңыз ба, толыққанды жауапкершілікпен дұрыстап тұр, күнделікті бизнесқа кем дегенде 3-4 сағат уақытты бөлулеріңіз қажет. Ол сіз қазір телевизор көріп, сериал көріп, немесе туған туысқанды аралап, той тойлап, немесе барлық басқа да тіршіліктер сылтауратып жүрсеңіз, менің де басқа адамның да ештеңесі кетпейді. Сіз өз қалтаңыздан, өз мүмкіндіктеріңізден қағыласыз. Сондықтан айтарым, барынша бизнесті қолға алған кезде нақты сеніммен, нақты шешіммен және де бизнес маған керек деген ұғыммен бизнесті толыққанды бастаңыздар және әрекет жасаңыздар. Барлық нәрсе, мол табыс, ақша бәрі өз қолдарыңызда, өздеріңізге байланысты. Сәттілік тілеймін, бай болыңыздар, сәтті болыңыздар, мықты болыңыздар.